Білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздігі осындай атаумен педагог-психологтар халықаралық ғылыми конференция өткізді. Жиынға онлайн режимде Америка құрама штатының және тмд елдерінің мамандары қатыса алды. Конференция Санкт-Петербургтағы дипломнан кейінгі педагогикалық білім академиясымен бірігіп өткізілді. Қазіргі кезде мектептердегі психологиялық қауіпсіздік табысты мектепті құрудағы басты талаптардың бірі болып отыр. Сондықтан да бұл жерде педагог-психологтардың жауапкершіліктері артуда. Бұл тек ел көлеміндегі емес, барлық әлем оқу ордаларындағы проблема. Сондықтан да жиынға қатысып отырған Бақыт Сейілханова тәжірибеге сүйене отыра бірнеше шешу жолдарын тапқан. Психологиялық қолдау бұл өте көптеген, яғни психологиялық диагностикалық шаралардан тұрады. Оның айта кететін болсақ, ең қарапайымы бұл, яғни әңгімелесу түрін айтуға болады, интервью алу мысалы, клиенттен немесе оқушыдан, одан кейін әңгімелесу жүргізу, одан кейін әртүрлі психологиялық тұрғыдан тренингтер жүргізу, және де осы тренингтердің барлық, яғни диагностикалық шаралардың бәрін жүргізіп алып, қорытынды жасап, сол арқылы келешекте ол тұлғаның жалпы бойында не болып жатыр, қандай мәселелері бар, соны анықтауға бізге мүмкіндік береді. Конференцияға бас аяғы 197 адам қатысты, оның ішінде 19 доктор және ғылым кандидаттары бар. Олардың әрбірі өз пікірлерін айтты. Көтерілген сұрақтардың ішінде интернат ұйымдарындағы психологиялық қауіпсіздік, мектеп қабырғасында тәрбиелеу, оқушыға психологиялық тұрғыда жәрдемдесу де бар. Осыған орай елімізде білім беру және ғылым, денсаулық сақтау және ішкі істер министрліктері бірігіп, білім беру мекемелерінде бала қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жоспар құрған. Бүгінгі таңда білім беру мазмұнын жаңарту және тәрбиелеуді жаңарту жағдайында оқушылардың психологиялық қауіпсіздігі, денсаулығын қамқорлыққа алу әр білім беру ұйымының, әр педагог жұмысының міндетті бағыты болып табылады. Бір ерекшелігі, секция отырыстарында әртүрлі интербелсенді формалар, психологиялық тренинг, әдістемелік мінбе, шеберлік сыныптар, коучинг формасында өткізілді. Мазмұнды баяндамасы үшін және тиімді ұсыныстар үшін конференцияға белсенді қатысушыларға таным сертификаты берілді. Білім беру ортасының психологиялық қауіпсіздік атты ғылыми конференцияда оқушының тек мектепте алған білімінің сапасы ғана емес, сонымен бірге ақпарат құралдар және ғаламтор арқылы алатын жаңалықтарды да қадағалау шарт. Техниканың дамыған заманында бұл басты мәселе болып отыр. Осы тұста да психологтардың жұмысы нақты болуы керек дейді мамандар. Іс-шарада айтылған пікірлер кейін біріктіріліп кітап болып басылмақ. Гүлнар Сайлауқызы, Юрий Искаков, ақпарат.